Достар, менің қазақша каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдауларыңызды сұраймын. Назерке ата-анасының 9-шы перзенті. Анасы Айымхан 60-қа жақындаған шағында құрсағын жарып шыққан кенже қызы. Өзінен үлкен 6 әпкесі, 2 ағасы бар. Кішкентайынан әке-шешесі өмірден озып, үлкен ағасы Қайрат пен Ләззаттың қолында өскен. Әкесінің ізін жалғаған Қайрат пен Қасымханның өздері де көп балалы әке болып отырған жөндері бар. Соған қарамай Назеркені өз балаларынан кем көрмей, ештеңеден тарықтырмай өсіріп бақты. Енді міне мектептегі білімін жетіп меңгерген бойжеткен жоғарғы оқу орнына түсуі керек. Алайда ақша мәселесі бәріне де кедергі болып тұрғаны, өйткені Қайрат пен Қасымхан тұңғыш перзент болғандықтан өздерінің де ұл қыздары студенттік өмірге қадам басқалы тұр. Шағын ғана ауылда тұратын бір-екі қара мал бағып күнін көріп отырған отбасыға екі бірдей студенттің оқу ақысын төлеп шығынын өтеу мүмкін емес еді. Ағасының жағдайынан хабардар Астана қаласында ата-енесінен бөлек тұратын ұл қыздары кішкентай Айгүл әпкесі Назеркені өз қолына алуға, оқытуға ұсыныс білдірді. Ол кезде Астанадағы бәйтерек ғимаратының енді ғана қолдануға берілген кезі. Жұрттың бәрі бір көруге ынтық болып тұрған алып шаһарға шақырту алғаны Назеркеге майдай жағып кетті. Қуана-қуана келісімін берді. Жездесі Самат жұмыс бабымен Шымкентке келіп, қайтар жолда Назеркені өзімен бірге алып кетті. Жездесі мен әпкесі екеуі қаланың көрікті жерлерінің бәріне апарып, аралатып, Назерке мәз-мейрам болып жүрді. Әпкесі оқуға түсіріп, киіндіріп, жездесі күн сайын жұмысқа барар жолда қымбат көлігімен оқу орнына жеткізіп салып жүрді. Осы құрметтің бәріне жауап ретінде Назерке де Самат пен Айгүлдің ұл қыздарына қарап, үйдің шаруасының бәрін тындырымды жасап жүрді. Самат негізі Жетісай қаласының тумасы. Әке-шеше, туған-туыстың бәрі де сол жақта. Жаңа жылғы демалыс қарсаңында Саматтың ағасы қаза болып Жетісайға жол жүретін болды. Назерке үйде жалғыз қалатын болған соң, ол да ағаларының үйіне баратын болды. Қыс ауасы, жол жаман. Одан бөлек Самат пен Айгүлдің ұл қызы кішкентай болғандықтан пойызбен жолға шықты. Назеркені темір жол вокзалынан түсіріп, қаланың шетінде орналасқан ауылына таксиге міндіріп жібермек болды. Түнгі 2-лер шамасы. Жас қыз жалғыз өзі таксимен баруға қорқып тұрғаны көздеріне жиналған жас тамшыларынан ақ көрініп тұрды. Бірақ амал жоқ. Ағасының жаназасына асығып тұрған Самат балдызын орта жастағы ер адамға аманат етіп, ақысын төлеп, көлікке отырғызып жіберді. Такси жүргізушісінің телефон нөмірін жазып алып, Самат пен Айгүл Жетісай қаласына жолға шықты. Назеркенің бойын үрей билеп алған. Ол кезде шағын ауылдарда ұялы телефонның байланысы дұрыс жұмыс істемейтін. Такси жүргізушісінің айнадан қайта-қайта өзіне қарап отырғанын байқаған бойжеткеннің қорқынышы арта түсті. Денесінен мұздай тер шығып, аузы қурап, жүрегі тарсылдап, аузынан атқылап шығып кетердей. «Қызым, бәрі дұрыс па? Мазам болмай тұрма. Су ішесің бе?» «Жоқ, маған ештеңе қажет емес. Бәрі дұрыс. Сенен сұрайын дегенім, сенің үйіне барар төте жол бар. Сол жолмен жүрсек тез жетеміз. Егер сен қарсы болмасаң, мені тезірек үйіме жеткізсеңіз болды». «Жарайды, онда төте жолмен жүрейік». Көлік кенет бұрылып басқа жолға түсті. Айдала-айналада бірде-бір үй көрінер емес. Өтіп жатқа көліктер де көрінбейді. Назеркенің қорқынышты үдей түсуде.
денесі түгел қалтырап барады, өне бойы түгел мұздап, тістері бір-бірімен соқтығысып сақырлап жатыр. Кенет жүргізушінің телефоны шырылдады. Жездем хабарласқан болар деп қуанып, еңсесін көтеріп жүргізушінің жүзіне үңіле қарады. Жүргізуші «Я, Басеке» деген кезде жездесінен қоңырау соқпағанын түсініп, еңсесі қайта түсіп, көзі жасқа толып қалды. «Бәсеке, неге қоңырау шала бересіз? Айттым ғой, айтқаныңызды орындаймын. Мен де сол ақша үшін осылай жүрген жоқпын ба? Сіз адамдарды дайындап отыра берсеңізші, ақша жағын мен шешемін. Қазір барамын. Осы соңғы тапсырысты орындап алайын» деген жүргізушінің әңгімесін естіген Назерке ақыл есінен айырыла жаздады. Айнадан қарап отырған жүргізушінің көздеріне қарап қара терге түсіп отыр. Бар білген дұға, Құран аяттарын оқып күбірлеп отыр. «Қызым-ау, мына суды ішіп алшы, азда болса жеңілдеп қаласың». «Жоқ, маған ештеңе қажет емес. Сен менен қорқып отырсың ба?» «Қорықпа, мен адам жемеймін. Сен қатарлы қызым бар». Назерке жүргізушінің жеңілдеп қаласың деген сөзін басқа мағынада түсінді. Мүмкін ұйықтататын дәрі қосылған болар, немесе басқа бірдеңесі бар деп ойлады. Күмән иманнан айырады демекші, неше түрлі ойлар санасын жаулап алды. Жүргізушіні қарғап-сілеп қорыққаннан не сөйлеп отырғанын өзі де аңғармады. Көлігін бұзылып қалсын, сынып қалсын деп, өзі мініп отырған көліктің бұзылғанын тілеп отырғанын білмес те еді. Кенет көлік қатты сілкініп, жағымсыз иіс шығып, дарылдап барып тоқтады. Дереу айналаға көз жүгіртті. Айнала тас түнек қараңғы. Айналада бірде-бір тіршілік иесі көрінер емес. Жүргізуші көлігін бір айналып шығып, дөңгелегінің тесіліп қалғанын айтты. Өмірде мұндай жағдаймен бетпе-бет келмеген, тек экраннан көргендері есіне түсіп, жүргізушінің арам пиғылы барын сезіп, жүргізуші дөңгелегін ауыстырып жатқанда алға қарай қаша жөнелді. Артынан жүргізуші де қалыспай қуып келеді. «Әй қызым, саған не болды? Қайда қашып барасың? Тоқта, тоқта деймін. Адасып қаласың қазір. Жоғал, кет. Маған жолама, маған тиіспеші». Жүргізуші қуып жетіп, байғұс қызды ұстап алды. «Сенің есің дұрыс па? Неге қашып барасың? Жолама, жолама деймін. Мені алдап қайда алып барасың? Жібер мені». «Қайда дегеніне?» «Әрине, үйіне алып барамын ғой». «Жоқ, сен мені алдап тұрсың. Сен жаман адамсың. Әкең мен қатар адамға сен деп сөйлейтін неткен тәрбиесіз қыз едің. Жүр кәне, сенен ертерек құтылайын». «Құтылайын дегенің не? Маған не істемексің? Өлтіресің бе? Әлде тірідей кесіп дене мүшелерімді аласың ба? Сен қыз, мені жындандырып жіберетін шығарсың. Үйіне жеткізіп құтылайыншы сенен. Жүр көлікке, мін». «Жоқ, сенбеймін. Мен жаңа әңгімеңді естідім. Сендер ұйымдасқан қылмыскер топсыңдар. Мені ақша үшін біреуге апарып бермексің бе? Қанша ақша керек саған? Аға әпкелерім сол ақшаны саған берсін. Тек мені үйіме алып баршы. Ешкімге ештеңе айтпаймын». «Туф, сен қыздың қиялың шексіз екен. Не айтып кеттің? Қайдағы қылмыстық топ? 10 минутта ауылына кіреміз. Жүрші. Мені үйімде бір топ адам күтіп отыр. Қазір ұлым келін алып келеді. Соған қалың малына аз-маз ақша жетпей тұрған соң әйелімді тыңдамай жұмысқа шығып кетіп едім. Қазір бармасам құлақ етімді жейді». «Бәсеке деген әйеліңіз бе? Солай ма? Алдап тұрған жоқсыз ба? Менің ауылым бұл жақта емес қой. Ауылына кірер жол көп қой. Бәрін түгел білетін адам құсап сөйлемей, тез көлікке отыр». Назерке бәрібір де қашып құтыла алмасын біліп, Аллаға өз жанын аманаттап көлікке отырды. Бойын билеген қорқыныштан арыла алар емес. Араға 5 минут салып, алыстан үйлердің шатыры көріне бастады. Жүрек соғысы баяулап, көңілі көншіп қалды. «Аға, мені кешіріңізші. Қорқуын орынды түк етпейді. Ол үшін емес. Ендеше не үшін кешірім сұрап жатсың? Көлігіңіздің бұзылғаны үшін оған сенің кінәң жоқ қой.
бар болғанда қандай, ақымақ басым сізді жаман адам екен деп көлігіңіздің бұзылғанын Құдайдан тілей беріппін ғой. Жүргізуші мен Назерке күле-күле діттеген жерге де жетті. Назерке аға жеңгесінің үйіне аман-есен жетті. Қорыққанға қос көрінер деп осындайда айтса керек.